Қытай десе болды, адамдар бір түрлі негатив ұстайды да. Бірақ сол Қытайдың мысалға тауарларының бәрі нашар емес. Қытайда негізі 3 түрлі тауар саласы болады да. Ол жерде мысалға бағасы өте төмен. Мысалға бір коптан айтатын болсақ, коптаның бағасы минималный 1500-1000 теңге болады ғой, оны Қытайда мысалы сіз 800-600 теңгеге ала аласыз. Егер ол коптаның бағасы сізге 100 теңге, 200 теңге деп тұрса, ол тауарлар, значит, сапасы дұрыс емес. Біз оны курс барысында үйретеміз мысалға. Бұл сапасы дұрыс емес, алмаңыз деп ше. Сол үшін Қытайдың тауарларының бәрі сапасыз емес. 3 түрлі тауар бар. Өте арзаны нашар тауар болады. Средний халыққа қолжетімді, халықтың жағдайы көтеретін, яғни киіп кәдімгі өзі адамдар киіп жүретін средний тауарлар болады, качествосы нормально. Сондай тауарлар болады орташа. И сосын оригинал тауарлар болады. Мысалға бренді Adidas, тағы басқа да жаңағы 3 түрлі тауардың оригинал сапасы өте керемет тауарлар болады. Енді олардың да бағасы жалпы Қазақстанға дүние жүзімен салыстырғанда арзан болады да. Сол үшін сіз қайсыны қалайсыз, соны аласыз. Мысалға оптом айналысатын кісілер олар өте арзан тауар алады. Өйткені оптом айналысатын кісіге ол тауардың үстіне көп маржа қоспайды, оптом көп сатады. Сол үшін ол кісіге ең арзан тауар керек. Ал енді өзіне қолдануға, или интернетте сатуға, розница сатуға арналған кісілер средний бағада алады. Ал енді өзіне кигісі келген кісілер не істейді? Олар оригиналысын алады, сапалысын алады, Сол сияқты сіз нені қалайсыз, соны табасыз Қытайдан. Бұл жерде Қытай десе, ойбай, ол Қытайдың тауары андай, мындай деген сияқты негатив нәрсені ұстамасақ болады. Өйткені ол жерде де сіз даже өзіңіздің үйіңіздегі кухняға қолданатын заттар, киіп жүрген киіміңіз, істетіп жатқан ыдыс-аяқтардың барлығы Қытайдан келеді. 100%. Жоқ деген 99% Қытайдан келеді да. Арасында Турцияны кісетесіз, или Американы кісетесіз, басқа заттың барлығы Қытайдан келеді. Не үшін? Себебі Қытайда бүткіл тауарлардың заводтары орналасқан. Не үшін орналасқан? Басқа шетелде неге көп завод болмайды? Себебі Қытайда шикізат арзан біріншіден. Екіншіден Қытайда еңбек күш арзан, адамдардың айлықтары нелері ішкі Қытайда арзан болады. Одан кейін жаңағы Қытайда бүткіл тауарларды жасайтын электрондық техникалық аппараттардың барлығын Қытайлар шығарады. Олар өте қымбат. Сол үшін ол Қытайдың өзінің нарқында болғаннан кейін, мысалға сіздер бір жаңағы стакан өндіретін, пластмасс стакан заттар өндіретін аппараттардың барлығын Қытайдан аласыздар ғой, дұрыс па? Сол үшін ол заттардың, аппараттардың барлығы Қытайда болған себепті тауарларда Қытайда өндіріліп жатыр. Кез келген заттың бәрі өндіріліп жатыр Қытайдан. Мысалға енді ошақта да Турция деп сатады, бірақ та Турцияның заводы Қытайда бар. Кореяның заводы Қытайда бар, Американың заводы iPhone өндіретін Қытайда. Мысалға, Қытайда жалпы тек қана өздерінің заводы емес, шетелмен де серіктес болып, шетелдің заводы Қытайға орналасып жатыр. Не себепті? Өйткені Қытайда жаңа айттық, бүткіл аппараттардың бәрі, сол заттар өндіретін аппараттардың бәрі сол жерде, техниканың бәрі сол жерде. И ол жерде жаңа шикізат арзан, шикізат арзан. Мысалға мысалға мына затты өндіру үшін осыға кететін шикізаттардың бәрі Қытайдан шығады да, сол үшін арзан. Егер Америка осындай өзінің маркасында бір тауар шығарғысы келсе, Қытайдан өзінің маркасын жапсыртып шығартады, сол жерге завод орналастырады. Бәрі арзан болғаннан кейін. Сол үшін егер сіздерге жоқ, маған Қытайдікі керек емес, Американікі керек, Кореянікі керек, Кореяның косметикасы керек, или болмаса Турцияның көйлектері керек десеңіздер, пожалуйста. Біздің осы 1688 деген Қытайдың бүткіл заводтар тіркелген сайты бар. Сол сайттан не іздейсіз, соны табасыз. Ол жерде барлық тауарлар бар. Яғни ол жерде тауарлардың бағасы жалпы дүние жүзімен салыстырғанда 2-3 есе, даже 10 есе арзан. Осы сөзімнің мен дәлелін сіздерге 1688 заводтар тіркелген, 21 миллион заводтар тіркелген сайттан көрсететін боламын. Жалпы мен өзімді таныстырып өттім. Ары қарай дәлше сіздерге тағы да маңызды ақпараттар бере кетейін, ары қарай сабақ бастайтын боламыз. Қазір сіздерге арнайы сұрақ жауапқа уақыт беретін болам. Сол кезде сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойылатын боласыздар. Мен сіздерге біздің компанияны қысқаша таныстыра кетейін. Біздің осы Алматы қаласындағы офисіміз, көріңіздер, 412 кабинеттеміз. Эксперттеріміз бар. Егер сіздер заказ берем десеңіздер, осы эксперттер арқылынан дауысы қайда?
эксперттер арқылы заказ берулеріңізге болады, иә. Өйткені жоқ қой мынанда осы. Жақсы, мен презентацияны сөйлей берейін, ол қыз таныстыруды артынан немен көре саламыз. Так, презентация. Кеттік. Жалпы Алишоп компаниясы, мен өзім қымбат Бақытбекқызы. Менің жалпы өзіме қысқаша түсініп бере кетейін. Жаңа да айтып өттім, даму бизнес бастау курсының жетекшісі боламын. Қытаймен бизнестегі нөмір 1 спикер. Соңғы 10 айда бізде 6000-нан артық шәкірт тәрбиелеп шықтым. Яғни осы Қытаймен бизнес, үйде отырып табыс табу, тендермен айналысу, интернет магазин ашу, жалпы онлайн бизнестен, инфо бизнестен өзім 6000-нан астам шәкірт тәрбиелеп шықтым, және олардың өздерінің қазіргі тұрақты магазиндері, тұрақты интернет магазин или жеке өздері компания ашып кеткен кісілер өте көп. Тендермен айналысып табыс тауып жатқан, айына 5 миллион тауып жатқан кісілер де бар. Әзір ол кісілерді көрсететін боламын, нақты. Инстаграм арқылы айына 5 миллионнан артық табыс табамыз. Инфо бизнесімен әлеуметтік желідегі сатудан нөмір 1 практика, яғни біздің өзіміздің тауар сататын интернет магазинімізде бар. Жалпы сіздер айтуларыңыз мүмкін, бұл бізге осындай ақыл айтатын, оны көрсететін, үйрететін, бұл кім, қаншылықты, несі бар екен дегендей. Яғни танитын кісілер де бар, танымайтын кісілер де бар. Негізі мен осы жалпы Қытай Халық Республикасында өнерді бухгалтерлік мамандығыменен 5 жыл оқып бітіргем, және де 2014 жылдан бастап осы сауда саласына кірдім. Яғни Қытайдың компанияларында жұмыс жасадым. Ол жерде мысалға көбінде осы онлайн бизнес, яғни Қытайлар онлайн түрде саудасын қалай дамытып жатыр, яғни Қытайлар қалай интернетке рекламаны жібереді. Яғни өздеріңіз білесіздер, Қытайда онлайн бизнес ерте кезден дамыған, өздеріңіз білесіздер, Alibaba, AliExpress, Zoom дейді, мысалы Қытайдың шетелге арналған сайттары бар ғой, сол сайттарының барлығы, яғни Қытайлар өздерінің нарқындағы тауарларды, өздерінің қызметін бүткіл дүние жүзіне әйгілеп, бүткіл дүние жүзіне сату үшін осы сайттарын жасап шықты. Сол үшін қазір бізде осы жалпы біз Қазақстанда 2020 жылдан бастап онлайн бизнес сұранысқа ие болып енді дамып жатыр. Ал бірақ Қытайда уже ерте кезден дамып кеткен. Сол үшін мен өзім Қытайда 2014 жылдан бастап осы сауда саласына кіріп, Қытайлардың үлкен компанияларында жұмыс жасап, олар интернетте қалай жұмыс жасайды, олар интернетте қалай реклама жібереді, олардың сайты, тауары, сол жағында өте көп өзімнің тәжірибем бар. Яғни арнайы бір онлайн бизнес жасайтын компанияның сату бөлімдерінің, сату менеджерлерін басқардым да. Одан кейін және де ірі сауда орталықтарында жаңағы бутиктерді сатумен айналыстық. Мысалға осындай үлкен торговый центрлердің бутиктерін сатамыз, интернет арқылы сатамыз да, танымайтын адамға звондап сатамыз. Солардың бәрін олар бізге қалай сөйлесу керек, клиентке қалай сату керек, қалай клиент жинау керек, соның барлығын бізге Қытайлар үйретті. Яғни олар өз компаниясының адамдарға үйретеді, практика жасайды да. Сол үйреніп алып ары қарай дәл жұмыс жасаймыз. Мен ол жерде өзіме көп деген опыттарды, Қытайлардың жұмыстарын, қыр-сырларын үйрендім, бір жағы табыс таптым да. Мен Қазақстанға келгенде маған өте оңай болды, себебі менде ол жерде тәжірибе бар да. Қытайлардан үйреніп істеген нәрсемді бірге бір ошаққа кеп қолдандым. И тез көтеріліп кеттім. Яғни тез үйреніп, ошақ маған қиын болған жоқ. Сол үшін мен қазіргі курс барысында осы өзімнің Қытайлардан алған тәжірибелерімді, компаниялардан алған, олардың қалай, көбінде компанияларда жұмыс жасадым, компанияны қалай жүргізеді, қалай бизнес жасайды, қалай тауар сатады, клиентке қалай сөйлеседі, клиентке қалай қызмет жасайды, яғни тауарды қалай сатады. Яғни клиент сізді көрмейді, сіз клиентті көрмейсіз, қалай сатасыз, сол сатуын өте жақсы меңгердім. Және де Қытайдың сайты, тауарынан өзім 100% білем, себебі өзім Қытайды біз көзімізді ашқаннан көргеніміз Қытайдың сайты, Қытайдың тауары, салыстыра аламыз деген сөз. Сол үшін осы опытымды, осы жинаған өзімнің тәжірибемді мен толыққанды осы даму курсында, бизнес бастау курсында үйретіп жатырмын. Нөлден бастап бизнес бастау курсымызда. Жалпы мен туралы толық ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Егер ары қарай дәлші жоғары көп ақпарат алғыларыңыз келсе, осы біздің Алишоп К Инстаграм парақшасының соңында біз жайлы өте толық ақпараттар бар, нақты живой видеолар бар. Біз арқылы жұмыс жасап жатқан клиенттердің отзывтары бар. Толық ақпарат алып тексеріп шықсаңыздар болады. Біздің Алишоп компаниясы 4 жылдан астам уақыт Қытайда 100-ден астам сенім зауыттарымен жұмыс жасап жатырмыз. Бұның барын айтып кеткенмін сіздерге. Біздің Алматыда үлкен қоймамыз бар. Және де мекен жайымыз Каусар бизнес центрі 4-ші этаж 412-ші кабинетіндеміз. Жалпы сіздер қай қалада тұрасыздар, немен айналысасыздар, бүгінгі сабақтан не күтесіздер? Мен сіздер кішкене
сұрақ жауапқа бір уақыт берейін. Осы сұраққа жауап беріңіздерші. Қайда тұрасыздар, немен айналысасыздар, бүгінгі сабақтан не күтесіздер? Осы сұраққа жауап бере беріңіздер. Мен қазір комментарийлеріңізді қарайтын боламын. Мен әрі қарай дәл сіздерге уақыттарыңызды кетірмей жалғастыра берейін сабақты. Осы жайында маған сұраққа жауап беріңіздер. Қайда тұрасыздар, немен айналысасыздар, бүгінгі сабақтан не күтесіздер? Кеттік әрі қарай. Біздің бүгінгі сабақтың соңында бонустар болады. Үш түрлі бонус берем и плюс конкурс ойнастырамын. Яғни осы тікелей эфирде бастан аяқ қатысып отқан кісілерге біздің өзіміздің магазинде тұрған 3 түрлі жақсы тауарды подаркеге беретін боламын. Жалпы бүгінгі сабақтың соңында бастан аяқ тыңдап отқан кісілерге мен бизнес бастап кетуіне көмектесетін 200-ден астам кітапшаны беремін. Кітапшаны онлайн түрде пошталарыңызға салып беретін боламыз. Екіншіден 1688 сайтына соткаңызға қалай қондыруға болатынын онлайн сабақ бар. Сол сабақты тегін жіберіп беретін боламын. 1688 сайтын соткаға қалай қондыру керек. Кейбір кісілер осы 1688 сайтын бір эксперттерден сатып алып жүр ғой, мен бүгін тегін берем соны. Осы сабақта басына қатысып отқан кісілерге. Және де 2020-да табыс әкелетін хит тауарлардың каталогын жіберетін боламын. Яғни қазір қайсы тауарлар сұраныс болып жатыр. Қазір нарықта қайсы тауар жақсы өтіп жатыр. Сол біз ылғи нарықта жақсы өтіп жатқан тауарларды каталогқа жинаймыз, Қытайдан іздейміз, Қытайдағы бағасын қоямыз. Сол каталогты мен осы тікелей эфирден кейін сіздерге беретін боламын. Жақсы. Енді жаңа мен айтып өттім, осы 2020 жылы бізде өте үлкен сұранысқа ие болған онлайн бизнес. Себебі бізде карантин болды, адамдардың базарға барып аралап жүруге уақыттар болмады. Бәрі осы онлайн сатып алуға, адамдардың барлығы жұмыстары жабылды, кейбір кісілер базар жабылды, банкрот болды. Көп кісілер осы онлайн бизнеске, өздерінің офлайн бизнестерін онлайн бизнеске айналдырып жатыр. Себебі қазір нарықта солай болып жатыр. Карантиннің себебінен осы онлайн бизнесті барлық адамдар өтіп жатыр. Яғни бутикте тауар сататын кісілер қазір Инстаграм арқылы тауар сатып кетті. Көп кісілер онлайнға өтіп жатыр. Сол үшін Қытайда бұрыннан бастап онлайн бизнес дамыған. Енді сол онлайн бизнесті қалай дамыған, мен өз опыттарымды сіздерге үйрететін боламын. Жақсы. Енді онлайн бизнесті қалай дамытамыз? Неден бастаймыз? Маған көп келетін сұрақтар осылар, онлайн бизнесті көп табыс тауып кетуге бола ма дейді. Осы сұрақты маған адамдар көп қояды, себебі адамдар көз жетпейді да онлайна, көзге көрінбейтін нәрсе сияқты да онлайн бизнес дегенше. Онлайн бизнес деген бір көзге көрінбейтін, әттен офлайн базарда сатып, далада жүріп сатып, былай жаймағып сатып, или болмаса басқаша сатып үйреніп келген кісілер онлайн сатасың десе, Инстаграмда сатасың десе, біртүрлі басқаша көзқарас ұстайды, ойлайды да, ол табыс әкелмейтін шығар, ол кім алады, қазір ешкім сенбейді ғой, ол тауарды көріп тұрған жоқ қой, или болмаса мен сата алмаймын ғой, мен сотка шұқылай алмаймын ғой, мен ноутбук білмеймін ғой деген сияқты адамдарда бір қорқыныш болады. Сол қорқыныштарыңызды қазір жеңетін боламыз бірлікте. Және де онлайн бизнесті қалай дамытамыз? Онлайн бизнесті қалай дамытамыз? Маған өте көп келетін сұрақтардың бірі. Онлайн бизнесті дамыту үшін сіз ең бастысы әлеуметтік желілерде дамытасыз. Яғни, айта кетер болсақ, Инстаграм, интернет-магазин ашу, Инстаграмда интернет-магазин ашу. Екіншіден, әлеуметтік желілер дегенде WhatsApp, Telegram, YouTube, в общем, адамдар көп қарайтын әлеуметтік желілердің барлығы осы онлайн бизнеске кетеді. Онлайн бизнесті жалпы әлеуметтік желілерді дамытасыздар, Ең біріншісі Инстаграм парақшадан бастаймыз, кеттік. Жаңа онлайн бизнестен көп табыс тауып кету мүмкін бе дейді. Қазір табыс тауып кеткен кісілерді мен көрсететін боламын, Негізі тауарсыз бизнес емес. Осыған келсеңіздер ма? Тауар жүрмеген бизнес емес. Мысалға қазір Инстаграмда сатуды үйретемін, Инстаграм сөйтем деген курстар көбейіп кетті ғой, бірақ оларда тауар жоқ та, сізге тауар дайындап бере алмайды. Сол үшін ол жерде тауар болмаса, ол бизнес емес. Себебі тауар болған бизнес пен тауар болмаған бизнес, көзге көрінбейтін бизнес, екеуінің парқы. Тауар болған бизнес, тауар сатасыз, сразу ақша келеді сізге, да? Ал енді тауарсыз бизнес, ол бір уақыт кетіру керексіз оған, тауар жоқ бизнеске. Мысалға, сіз құры бір нені сататын болсаңыз, мысалға орыс тілін үйрету, или болмаса басқаша
ағылшын тілін үйрету или болмаса тағы басқа. В общем, тауар келмейтін, тауар жоқ бизнестер болады ғой бір. Ол бизнестер, ол бизнестен сіз өзіңіз тез дамып кету үшін оған уақыт керек. И сіз ол бизнеске ақша салу керексіз, да? Көп ақша салу керексіз. Ал Қытаймен бизнеске қанша ақша салу керек? Осы сұрақ маған көп келеді. Қытаймен бизнеске қанша ақша салу керек? Яғни, әдетте егер сіз мысалға кафе ашатын болсаңыз, или болмаса мойка, машина жуатын мойка ашатын болсаңыз, сіз ол бизнеске кемінде 2 миллион саласыз. Себебі сіз кафе ашатын болсаңыз, оған стол орындық аласыз, повар жалдайсыз, официант аласыз, еще оған тағы басқа ыдыс-аяқ продукт аласыз, оған кемінде сіз сол сіздің кафеңіз, или болмаса сіздің сол столовияңыз танымал болып, адамдардың барлығы кеп бір қалыпқа түсіп, сізге тұрақты табыс әкелгенше, сіз оған кемінде 2 жыл 3 жыл уақыт кетіресіз, дамып тұрақты болғанша. Ал Қытаймен бизнеске дамып тұрақты болғанша сіз небәрі 2 ай уақыт, әйтпесе 1 айда сіз уже тұрақты кіріске жетесіздер, тұрақты кіріске. Себебі сіз Қытайға завод бағасына тауарға заказ берсеңіз 2 апта уақытта келеді. 15 күніңіз кетті ма? Сіз 2 аптаға дейін реклама жасап, клиент дайындап қоясыз. Сіз 2 аптадан кейін уже все, тауар сатасыз. Сатқаннан кейін клиент дайындап қойдыңыз, клиентіңізге бересіз, клиентіңізге сізге табыс түседі. Уже сразу сізге табыс әкелетін бизнес ол Қытаймен бизнес. Яғни тауар болған бизнес ол сізге сразу ақша әкеледі. Яғни біреулер сізге мен инстаграмды үйретіп сізге мынандай табыс әкелемін, мен сізге бүйтемін, мен ютубтан сізге бүйте қоямын десе, сіз сенбеуіңіз мүмкін да, өйткені ол енді біраз сізге қабілет керек, оның жолын білу керек, сіз жолын білу үшін де 1-2 жыл керек, үйрену керек, оқу керек деген сияқты. Бірақ тауар болған бизнеске сіз тек қана сатуды, тауарды қалай алуды, қалай реклама жасауды білсеңіз болды да, все. Одан кейін оның дамытып ары қарай алып кету үшін сізге аз уақыт керек и аз қаржы керек. Қанша қаржы керек, мен сізге қазір көрсететін боламын. Мысалға, Қытаймен бизнес жасау үшін Қытайға қалай заказ береміз? Қытай тауары сапасыз емес па? Оны мен жаңа айтып кеттім, 3 түрлі тауар болады деп. Клиентті қалай табамыз? Клиентті қалай табуды да үйретеміз. Біз тек қана Қытайдан тауар алуды емес, клиентті қалай табуды үйретеміз, Заводтың бағалары Қытай заводтың бағасы Қытайдың завод емес па дейді. Шетелде заводтарды Қытайға кіргізген, жаңа оны айтып өттім. В общем, бұл менің айтып өткен темаларым. Жалпы Қытайдың сайты, мен сіздерге айтып өткен, Қытайдан аламыз заводты деген, ол осы сайттар жалпы Alibaba, AliExpress, Taobao, осындай сайттардың барлығы негізі Джек-ма деген Қытайдың үлкен ғалымы байы осы сайттар тақырлап шыққан. Оны жаңа айттым, бүткіл дүние жүзіне Қытайдың бизнесін паш етіп, Қытайдың бизнесін дамыту үшін осы сайттарды барлыққа келтірді. Бұның ішінде бізде Қазақстанда Alibaba деген бар, AliExpress деген бар, тағы басқа сайттар бар. Бұл сайттар негізі шетелге арналған сайттар. Бұл жерде бағалар өте қымбат. Біз бұл сайттармен жұмыс жасамаймыз. Біздің жасайтын сайтымыз 1688 Taobao. Бұл 2 сайт Қытайдың ішкі нарқында. Бұл жерде тауарлар өте арзан. Жалпы Қазақстандағы бағалармен салыстырғанда бұл жерде бағалар өте арзан. Мына сайт болсын, AliExpress, Taobao, Alibaba, Zoom, мыналардың барлығы осы 1688-ден алады тауарды. Мыналар 1688-ден алады. Ал біз тура осы 1688-ден аламыз. Сіз мынадан алып жүрмейсіз, прямой осы 1688 заводын аласыз да сатасыз. Оңайда, ол жерде бағаларды сіз арзан аласыз. Сіз интернет арқылы сауда жасау үшін сіздің бағаңыз базардағылардың бағасына қарағанда арзан болу керек. Интернет бизнес жасаудың ең бір жақсы несі, сіз арзан сату керексіз и сапалы сату керексіз. Арзан сату керексіз, сапалы сату керексіз, еще сіздің тауарыңыз хит болу керек. Яғни сіз ана-мына емес, базарда жоқ тауар сату керексіз. Сіздің тауарыңыз интернетте сату үшін, бизнес жасау үшін бірінші жаңа болу керек, екінші арзан болу керек, үшінші хит болу керек, төртінші жаңағы сапалы болу керек. Сонда ғана сіз интернетте дамып, кәдімгі өзіңіздің брендіңізді қалыптастырып, жақсы табыс таба аласыздар. Себебі сіз ол интернетте сатқан кезде сіз клиент сіздің тауарыңызды көрмейді. Сол үшін сізден бірінші рет сынап алып көреді. Сол кезде сіздің тауарыңыз егер жақсы сапалы болатын болса, онда екінші рет ол сенімен жұмыс жасайды. Егер сапасыз болса, сіз дәлше оны жұмыс жасай алмайсыз, сіз дами алмайсыз деген сөз. Сол үшін сіз интернет арқылы дамыту үшін, өз бизнесіңізді белгілі бір деңгейге жеткізу үшін
сізде осы кем дегенде осы 4 түрлі шарт дайын болу керек. Ал біз сізге 1688 сайтынан, қазір мен 1688 сайтынан көп айтып жерім, сіздерге көрсетіп жерейін, нақты көздеріңізбен көріп жеріңіздер, көрген кісілер де бар болуы мүмкін. Google-ға жазасыздар 1688.com деп. Сосын кейін 1688 сайты шығады. Ол сайтта жалпы 21 миллионнан астам заводтар тіркелген. Сіз енді бұл жерде бұлардың барлығы қытайша. Енді оны орысшаға қалай айналдырамыз, оны курс барысында үйретеміз. Орысшаға айналдырып аласыздар, бұның барлығы орысша болып кетеді. Сол кезде сіздер кәдімгі қазақша өздеріңіздің сайттарыңыз көріп отырғандай сіздерге өте оңай болады. Екіншіден, бұл жерде сіздер кез келген тауарды таба аласыздар. Ол үшін мына жерге атын жазасыздар. Мына жерге міндетті түрде қытайша жазу керексіздер. Орысша, ағылшынша жазсаңыздар, бұл сайт сіздерге тауар шығарып бермейді. Сол үшін сіздерге мен қазір комменттерден жауап жасайын, біраздан ашамын сіздерге, сұрақтарыңызға жауап беретін боламын, уайымдамаңыздар. Мына жерде сіздер қытайша жазасыздар, қытайша қалай жазасыздар. Қазір біз оны курс барысында қытайша қалай өзгертіп жазасыз, тауарлардың, бүткіл тауарлардың бағасын, атын қалай қытайша жазу керек, соның барлығын үйретеміз. Қазір мен сіздерге сразу уақыт кетпеу үшін қытайша тауар звондамаңыздар, Қазір сіздерге қандай тауар керек? Маған айтыңыздар, или мен сіздерге просто бір тауар іздеп бере салайын, Мысалға, қазір енді күзде жақсы өтетін, аяқ киімдер жақсы өтеді, шезі деп іздей салайын. Аяқ киім деп жазасыздар, жазғаннан кейін мынау іздеу деген батырма бар, соны басасыздар, іздейсіздер. Іздеу деген батырманы бастық, міне шезі деп жаздық, аяқ киім дегенді қытайша шезі деп айтады. Көрдіңіздер ма? Енді іздеп жатырмыз. Қазір бізге заводтан шығарып береді, көрейік бағаларын. Жалпы Қазақстанмен салыстырып көрейік, бағалар қаншалықты арзан екен, Кішкене күтеміз. Шығып алсын. Жалпы ана шыққанша мен сіздерге тағы бір ақпарат бере кетейін. Уақытымды 1 секунд болса да сіздердің уақыттарыңызды минусқа кетіргім келмейді. Жалпы Қытайда Гуанчжоу, Иу, Пекин қалалары бар, өте көп қалалар бар, Осы қалалардан біз тауарды Иу қаласына жинақтаймыз. Иу қаласына жинақтап, Иу қаласынан прямой біздің Алматыға шекарадан өтеді, Қорғастан шекарадан өткеннен кейін прямой біздің Алматы қаласына келеді тауарлар. Алматы қаласына келгеннен кейін біз Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Астана, Шымкент, бүткіл қалаларға доставка жасап береміз, Яғни бүткіл қалаға біз тауарды салып береміз. Яғни сіз өзіңіздің қалаңызда отырып осы бүткіл Қытайдан тауар алдыра бересіз деген сөз. Яғни ол жағдайды біз жаратып береміз, Интернет неге слабый болып жатыр? Жай ғана қостырдық қой. Сіздер түсіп кетіңіздерші, неден интернеттен, Мен сіздерге енді қараңыздар. Пекин қаласын білесіздер, Қытайдың астанасы, яғни біздің Астана Нұрсұлтан ғой, сол сияқты бұның астанасы Пекин қаласы. Бұл Пекин қаласы өте үлкен, өте дамыған қала. Мысалға, біздің Нұрсұлтан қаласы кішкентай қала ғой. Ол Қытайдың бір жай бір қалалары болады ғой, бір Шымкент деген сияқты, Шымкент емес, бір қаланың қаласы болады ғой, ең кішкене қаласына да жетпейді. Мысалға, біздің Нұрсұлтан қаласы, Пекин қаласы өте үлкен қала, бұл астана. Пекин қаласынан маған әдейі звондап отыр адамдар. Пекин қаласынан Қытайлардың бүткіл заводтары басында осы Пекин қаласында болған. Осы Пекин қаласында заводтар көп болып кеткеннен кейін адам да көп болып кеткен, сосын ол Пекин қаласының ауасы ластанып кеткен, Сол себепті Қытайлар Пекин қаласынан заводтарды көшірді басқа қалаға. Киім өндіретін, тоқыма өндіретін заводтарды Гуанчжоу қаласына көшірді. Пластмасс, тұрмыстық заттарды Иу қаласына көшірді. Яғни сізге пластмасс, кухняға қолданатын заттар керек болса, сіз Иу қаласынан іздейсіз. Киім-кешек керек болса, Гуанчжоу қаласынан іздейсіз. Қай завод, қай қалада орналасса, сол жерде тауарлар арзан болады. Тяньжин қаласында металл электронды құрылғылар сол жерге орналасты, Сосын Сиңдау қаласына шиналар, арнайы жабдықтар көшірді. Бұл жерде заводтар осы жерде, Ал Jiangsu қаласында құрылыстық өндірістік заттар осы Jiangsu қаласына орналастырды. Ханчжоу қаласында косметика, мата өнімдер, яғни корейский косметика, кореян заводтарда осы Ханчжоу қаласында деген сөз. Шэньчжэн қаласында тері, былғар аяқ киімдер, яғни кожный аяқ киімдер болсын, не керек? Общем, былғардан жасалған, теріден жасалған заттар керек болса, шубалар керек болатын болса, осы Шэньчжэн қаласынан жақсы ары қарай кеттік. Енді мына жерде біздің жаңағы айтқан 1688 сайтынан неге ашылмай жатыр екен? Қазір бір көріп жүрейін.
Так, аяқ киім іздедік. 1688 сайтынан жаңағы Ханчжоу, Иу, Гуанчжоу заводтарын іздейсіздер. Мына жерге жазсаңыздар да болады, сол заводтың атын. Сіздерге сол заводтың атын жазсаңыздар, тауар тауып береді. Тауар тауып бергеннен кейін сіздер соған заказ бересіздер. Біз қалай заказ беруді үйретеміз. Не, аяқ киімдер, жаздық аяқ киімдер деп іздедік. Неге аяқ киімдер шығарып берді? Бұл жерде негізінен жаңа аяқ киімдер шығарады. Осы 2020-да хит болып жатқан аяқ киімдер, мысалға мынандай аяқ киімдер міне 36 юан дейді. Сіздерге қайсы аяқ киім ұнайды, мен сіздерге бағасын есептеп берейін. Мынандай кожаный аяқ киімдер де бар. Қараңыздар, небәрі 48 юан дейді. Өте жаңа аяқ киімдер бар. Бұл жерде сіздерге біреуін есептеп бере салайын, бағасын. Енді тауар көргеннен кейін бағасын сұрайды адамдардың, ол енді ең маңызды бағасы ғой, сіздерге. Сол үшін мен сіздерге бір тауардың бағасын есептеп берейін. Яғни мынадай кроссовкалар ауыл арасына, жұмысқа, спортқа киюге болатын кроссовкалар. Қараңыздар бағасын. Небәрі мына кроссовкалардың бағасы кәдімгі модельде әдемі ғой, қараңыздар ше, күшті. Осылардың бағасы небәрі 7 юан 80 тиын екен. Мынадай екі баға тұрған кезде сіздер мына екінші бағамен есептейсіздер, қарап алыңыздар. 7 юан 80 тиын. Мынадай күшті кәдімгі жұмысқа, любой жерге былай киюге болатын кроссовкалардың бағасы небәрі 7 юан 80 тиын екен. Қазір есептейміз. 7 юан 80 тиын көбейтеміз, жарайды 13-түк алайық деп есептейге. Доставкасіне бір 10 юан алатын болса, көбейтеміз 67-ні. Бөлеміз 13-түкке. Сонда бір кроссовканың бағасы 589 теңге болып тұр, қараңыздар, 589 теңге. Бұл кроссовкалар Қазақстанда қанша тұрады, білесіздер ма? Кемі 2000 теңгені аласыз ғой, даже 2000 теңге мынадай кроссовка тиге ма базарда? Бұл енді сапасы жақсы, модельді жақсы кроссовкалар да. Бұларды кемінде 3,5 мың, 4 мың, 5 мың, даже Ақтау, Атырауда 10 мыңға дейін сатады, 15 мыңға дейін сатады, Қытайда небәрі 589 теңге, қараңыздар. Егер сіз осы кроссовкадан заказ беріп, бір 103-түкке заказ беріп, кроссовкадан көбейтеміз, 580 теңге болды ма? 580 теңге. Жарайды, доставкасымен 600 теңге дейікші, көбейтеміз, 103-түк аласыз. 103-түк аласыз. Небәрі 60 мың теңгеге 103-түк кроссовка алады кесе. Сосын оны не істейсіз? 103-түк коробка 500-600 теңгеден кесе, сіз кемі оны 2000 теңгеден сатасыз, Жарайды, болды. 3 мыңнан 5 мыңнан сатпай қойыңыз. 2 мыңнан сатыңыз, 2 мың 2,5 мыңнан сатыңыз, 2,5 мыңнан сататын болсаңыз, минус 600 теңге. 600 теңге. Сізге пайдасы, тұнық пайдасы 1900 теңге қалады. 1900 теңгеден сіз 103-түк кроссовканы оптым сат жеретін болсаңыз, 2000 теңге неден? Сонда 2,5 мыңнан оптым сат берсеңіз, сізден біреу алады да 2,5 мыңға алып 5 мыңға сатады, Сол кезде сіздің 190 мың теңге пайда көреді екенсіз. Қараңыз. 1900 теңгеден сіз 100 кроссовканы оптым сат жересіз, бір аптада. Бір аптада 190 мың теңге табасыз, Егер сіз одан бір айда 1000-түк сататын болсаңыз, оптым сататын айналысатын болсаңыз, біз негізі оптым сатуға айналысуды үндейміз, өйткені оптымнан көп неге қалады. Бір айда кемі 600 мың теңге пайда көреді екенсіз, Кемі 600 мың теңге пайда көресіз. Егер сіз оны оптым емес, розынса 5 мыңнан сататын болсаңыз, 5 мың минус 600 теңге, сонда 4400 теңге, 103-түктен сізге қалатынды розынса айналсаңыз, 440 мыңды тауып алады екенсіз, бір айда жарайды. Бір аптада емес, 103-түкті розынса бір айда сатыңыз, таргет рекламасын үйретеміз, қалай сатуды үйретеміз, сол құралдарды қолдану арқылы сіз кемі айына 440 мың теңге пайда табасыз, кемі. Егер одан да көп сатсаңыз, одан да көп табасыз деген сөз. Енді сіз бұл бір тал кроссовканы сатпайсыз ғой, бұдан да көп түрлі тауарлар бар, солардың барлығын араластырып сатуыңызға болады, Бір тауардың өзінен 440 мың, 500 мыңға тауып пайда көрсеңіз, егер сіз 10 тауар сатсаңыз, қанша пайда көресіз, 5 миллион пайда көресіз, 10 түрлі тауар. 10 түрлі тауар, бір тауардан 500 мыңнан, 10 түрлі тауардан 5 миллион пайда көресіз. Бұл деген көзге көрініп тұрған нақты жибой мысал. Осылай тауып атқан кісілер өте көп. Базарда, Байсатта, Алматыдағы барахолкада бізде оптовый кісілер бар. Прямой заводтан бізден арқылы алдырады. Бұрын олар дүнгеннен Қытайдан алатын, осы Қазақстанда. Қазір біз арқылы алады да. Прямой Қытайдан алдырады, дүнгендерге желінбей-ақ прямой заводтан біз арқылы алады. Содан кейін оның үстіне өздері 1000, 2000 или розница сатса, бірге бір қосып пайда көріп, осылай табыс тауып жатыр адамдар. Яғни оптовиктер одан да көп табады. Мен примерно орташа табыс айтып жатырмын сіздерге, Кемі 5 миллион табасыздар. Енді жоқ түк сатпадым дегенде 500 мың табасыздар,
Өйткені сіздің алатын тауарыңыз арзан аласыз біріншіден, екіншіден жаңа модель, и одан кейін тез сатылып кетеді ғой. Кроссовка деген бәрі кетті қазір, мына классикаға бәріне кететін болды ғой қазір. Кроссовканың бәрі киімге жарастырып, даже қыздар кроссовканы көйлекке де кие беретін болды, иә. Кроссовка ол любой жерде сатылатын нәрсе. Мысалға тек қана кроссовка емес, мысалы қыздардың сумкасы, балалардың киімдері, иә, барлық заттарды сіздер заводтан өте арзан бағаға ала аласыздар. Сіздер бір тауарларды айтыңыздаршы, мені комментарияны ашып жіберейін, сіздердің тауарларыңызды бір іздейінші. Сіздерге қандай тауар керек, мен сіздерге қазір заводтағы бағасын көріп берейін. Мысалға бізде сіздер атып қайтырғанша тағы бір ақпарат айтып жіберейін. Мысалға бізде тендермен айналысатын кісілер бар. Тендермен айналысатын кісілер біздің курсты оқыған. Мысалға біздің курсты оқыған Сәкен мырза мынандай кварц лампа, яғни вирус өлтіретін лампадан алды. Вирус өлтіретін лампадан 503 штук алды. Тендерді ұтты деген сөз. 503 штук алды. Осыдан бұл біздің Қазақстанда кемі 15.000 теңге тұрады. оптом, 15.000 теңге тұрады, бірақ ол кісі бұны заводтан 75 юанға алды. 75 юанға алды заводтан, 75 юаннан 500 штук тендерден ұтып алды. Сонымен оған 200 юан бастапқысын қостық, микке көбейттік. Сонда ол бұл лампадан 500 штук алу үшін 2.450.000 теңге ақша шығарды. Бірақ ол кісі уже тендер сразу алады ғой, тендерде ол кісі заводтағы бағасы жаңа мен есептеген кезде 4.900 теңге, доставкасымен 5.000 теңге, 5.500 теңге болды. Тендерде Қазақстанда ұтқан бағасы 15.000 теңгеден ұтып алды. Сонымен одан 5.500 теңгесін Қытайдағы бағаға шығарып тастады. Сол кісіге тұнық кірген пайда 9.599 теңге пайда кірді. 9.599 теңге пайдадан ол кісі 500 штук алдыртты. Сонда ол кісі 500 штуктен 5 миллионға таяу, яғни 4.799.500 теңге пайда көрді. Бір тендерден, яғни бұл бір тендерді ол кісі айына тек бір тендер ұтпайды, кемі 5 тендер ұтады. Бір тендердің өзінен 5 миллион теңге пайда тапты. Яғни біздің курсты оқып, живой жұмыс жасап атқан кісі, осы инстаграмның астында отзыв деген жер бар. Сол жерде ол кісі осы лампаны ұстап тұрып түсірген видеосы бар. Сенбесеңіздер, көрсеңіздер болады. Аты Қарағанды қаласынан Сәкен мырза деп іздесеңіздер болады. Сонымен қатар хит тауарлар сатсаңыздар болады. Қытайда мынандай сет ұстататын аппараттар бар. Яғни қазір онлайн сату, онлайн сауда өте қазір жақсы болып жатыр. Яғни адамдар мысалға бала шағалары онлайн үйде отырып оқып отыр. Өйткені қазір карантин болған себепті оқыту жоқ болды. Барлығы онлайн оқытуға, мектептердің өзі онлайн оқытып жатыр. Бірақ проблема не? Қазақстанда проблема интернет жоқ. Ауыл тұрмақ, осы Алматының өзінде интернет ұстамайды. Жаңа көрдіңіздер ғой, мына соткын ненің өзінде деген интернет ұстамай қалды. Сол үшін интернет сет ұстататын біз өте жақсы аппаратты таптық. Өте жақсы. Бірінші тапқанымыз жаңағы кварц лампа, яғни вирус өлтіретін лампаны таптық. Оны елдер тендерге алып, сатып, одан кейбіреулер өз үйіне алып жатыр, бала шағасына үйге қойып жатыр, вирусты өлтіру үшін. Қазір адамдар жан қалса болды деп, вирусқа қатысты құралдардың бәрін алып жатыр ғой, адамдар. Және де тендерге қолданып жатыр оны. Сонымен қатар біз сет ұстататын аппарат таптық. Яғни сет ұстататын аппаратты көбінде ауылдан, ауыл аймақтан, таулы райондарда отыратын кісілердің барлығы алып қолданып жатыр, даже сатып жатыр кейбір кісілер. Бұның заводтағы бағасы қанша? Бұны мысалға 3G, 4G барлығы ұстай береді. Любой соткаға болады. Теле2, Билайн, Алтел, любой нәрсені ұстатады. Бұл сет ұстататын аппарат сет күшейтеді. Яғни сет ұстамай тұрса, осыны қолданасыздар. Бұны таптық, бұны сіз сатуға қолдансаңыз да болады. Или өзіңіздің балаңыздың үйде онлайн түрде сабаққа қатысуына керек, бұл қажет. Осыны істесеңіздер болады. Сатсаңыздар да вообще күштеді. Қазір сұраныс болып жатыр. Бұл ерекше сұраныс болып жатыр, Тағы да мынандай көптеген хит тауарлар бар, яғни өте көп түрлі тауарлар бар. Тауарлар саласын мен осы сабақтың соңында сіздерге каталогын жіберем. Қытайдағы бағасымен қосып сіздер тікелей эфирден түспей, сол каталогты WhatsApp-қа жазсаңыздар, мен сіздерге жіберіп беретін боламыз. Жалпы мен сіздерге 10 түрлі сала дедім, оның 5-еуі жаңағы Инстаграм арқылы, интернет арқылы, барлық интернет магазин ашу, тендермен айналысу, одан қалса жаңағы киім сату, киім сатуларыңызға да болады. Мысалға детский киімдер болсын, мужский киімдер болсын, кез келген киімдер қазір өтеді.
Қазір көп кісілер айтады, ойбай карантин, адамдарда ақша жоқ, адамдар продуктпен дәріні ғана алады деген сөз айтып жатыр да. Бірақ ол мүлдем қата. Біз нарықты бақылап көрдік, наоборот, қазір қамдау аз болған сайын қажетсіну күшейіп жатыр. Себебі қазір шеттерден тауар келмей жатыр деген сөз. Біз мысалға енді тауар әкеп жатыр ғой Қытайдан, пойыз арқылы жауылып қалса, шекара жауылып қалса, пойыз арқылы әкеп жатырмыз. Шекара қазір ашылды да, киім-кешектер өте жақсы өтеді. Мен сіздерге айтайын, адамдар өзі, әсіресе балалардың детский киімі өте жақсы өтеді. Әке-шешелері өздері кимесе де алдымен өздеріне балаларына киім алып береді. Сол үшін киім-кешекпен айналыссаңыздар да болады. Және де вирусқа қолданатын заттармен айналыссаңыздар да болады. Маска, коронавирус деп қоямын ғой. Вирус тазалайтын, вирустан сақтайтын мынандай кварц лампа, жалпы антисептик дейді. Солардың бәрі Қытайдан келеді ғой. Сондаймен айналыссаңыздар да болады. Сет ұстататын аппарат, балалардың детский киім-кешектер, женский киімдер, Қазақстанның не көп, қыздар көп, қыздардың заттарын сатсаңыздар да болады. Косметика, сумка, сосын кейін жаңа киім-кешектер, соның бәрі жақсы өтеді. Сонымен қатар электрондық тауарлар өте жақсы өтеді. Электрондық наушниктер, фитнес сағаттар, блендер, мясорубка, самокат, электрон самокат, сосын кейін электронды мотоцикл, қазір даже электронды машиналар шығып кетті, тоқпен жүретін машиналар. Қазір газбен емес, бензинмен емес, тоқпен де жүретін машиналар шықты Қытайда. Яғни сонымен айналыссаңыздар да болады. Ең маңыздысы, ең көп табыс әкелетіні тендермен айналыссаңыздар, сіздер өте көп табыс табасыздар. Жаңа мына жерде кварц лампа сатып 5 миллион теңге тапқан кісінің несін көрсетіп кеттім, бағасын. Енді мына жерде бізде мынандай фитнес сағаттан 2000 штук ұтып 1.600.000 теңге тапқан кісінің несін көрсетейін. Бұның заводтағы бағасы небәрі 1 юан 15 тиын. Теңгеге айналдырғанда 77 теңге болады. Жарайды, тастап кісімен қосқанда бұның бағасы небәрі заводта 2000 штуктан жоғары алсаңыз 200 теңгеден береді. 200 теңгеден ол кісі бізде курс оққан, тоже ненікі, Тараздағы бір кісі, осы атын ұмытып отырмын, бірақ 1 жылдың алдында алған ол кісі ұтқан. Ол кісі осыдан 2000 штук алды, тастап кісімен 200 теңге болды. Бұл барахолкада қазір кемі 1500-1800 сондай теңге, оптың бағасы. Ал енді Ақтау, Атырау, басқа жерде 10 мыңнан, 15 мыңнан, ең арзаны 5 мыңнан, 3,5 мыңнан сатып жатыр. Бірақ бұлардың заводтағы бағасы небәрі 200 теңге тастап кісімен келумен. Ол кісі не істеді? Тендерге қатысты. Тендерге қатысқан кезде басқа кісілер, тендерге қатысқан кісілер Ресейден, Америкадан, шет елдерден тауарларын алып, или барахолкадан тауар алып, сомен жаңағы неге қатысты? 8778 321 3390 нөмеріңізді беріңізші деп жатыр, мына жақта жіберіп қояйын. Осы нөмерге сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Яғни ертең тағы карантин болады. Сол карантинда осы құр қалып қалмау үшін онлайн бизнесті үйреніп алыңыздар, онлайн тауар алуды. Біз карантинда да жұмыс жасай аламыз. Онлайн бизнес карантинда да жұмыс жасай алады. Яғни сіздер онлайн бизнесті үйреніп алсаңыздар, онлайн сатуды үйреніп алсаңыздар, карантинда да жұмыс жасай бересіздер. Соның қамын жасап жатырмыз, сол үшін уайымдамаңыздар. Тек қана үйреніңіздер, біліңіздер, жолын көріңіздер. Қазір көрсетіп жатырмыз, уақыттарыңызды бос кетірмеңіздер. Сонымен ол кісі бұл тендерден 2000 штук алды. Басқа кісілерден қарағанда ол кісінің бағасы арзан болды. Өйткені ол кісі біздің курсты оқып, прямой заводтағы бағамен алды 200 теңгеге. Сонымен ол кісі 1000 теңгемен ұтып алған тендерді. 800 теңге таза пайда ол кісіге. 800 теңге таза пайдаменен ол кісі не істеді? 2000 штукты сатып Қытайдан әкеп тендерге тапсырып тастады. Ол кісіге қалған жалпы пайда 1.600.000 теңге пайда түсті. Мынандай бір тендердің өзіне қараңыз, 1.600.000 теңге. Айына жоқ дегенде бір 3-4 тендер ұтып қойса болды ғой, уже ары қарай 5 миллион 10 миллион таба бересіз деген сөз. Жолын біліп алсаңыз болды. Тендермен қалай айналысуды үйреніңіз бізден. Тендерге қатысты тауарларды қалай заводтан табуды үйреніңіз. Қытаймен сөйлесуді, бағаға келісуді, мына тауарлардың барлығын қалай алуды үйреніп алсаңыз, сізге ол табыс табу деген нәрсе қиын емес. Өйткені тауар бар болса, клиент дайын қазір. Қажетсіну көп болып жатыр қазір, наоборот қамдау аз болып жатыр. Себебі шекара ана-мына жерлердің бәрі жауып тастап, тауар аз болып жатыр. Сол үшін сіздер онлайн түрде заводтан тауар алуды біліп алсаңыздар, сіздерге сатуды үйреніп алсаңыздар, ары қарай сіздерге табыс табу қиын емес. Онлайн табыс табу, яғни онлайн табыс тауып кете аламыз ба деген сұрақтың жауабы. Жалпы сіздерге 1688 сайтын тағы көрсетіп өтейін.
курс сұрап жатқан кісілер бар екен, сосын курсты түсіндіретін боламын. 1688 сайтта тек қана аяқ киімдер емес, кез келген тауарларды ала аласыздар. Бұл жерде мен сіздерге айтайын, тауарлар неше түрі бар. Сапалысы бар, сапасызы бар, өтірікшілер бар, шыншылдары бар деген сияқты. Біз енді курсымыздың маңыздылығы, біз осы 1688 сайтынан сенімді, сапалы, жақсы поставщиктерді тауып жұмыс жасауды үйретеміз. Яғни алданып қалмай, сенімді зауыттармен тауып жұмыс жасауды үйретеміз. Өйткені ол жерде 20 миллионнан артық зауыттар бар. Бірінші очередь 5 түрлі құпиясы бар. Яғни осы 1688-ге алданып қалмай, сенімді сапалы тауарлар заказ беріп алдырудың 5 құпиясы бар. Мен сіздерге қазір бір құпиясын ашам, қалған 4 құпиясын курсқа қалдырам, даму курсына. Себебі барлық құпияны ашып отыруға менің уақытым да жетпейді. Даже ол курс оқып жатқан кісілер маған ренжиді, сен бізге сатып берген нәрсенің бәрін айтып тастадың ғой деп. Сол үшін бұл тауардың сіздер ең бірінші сапалы болу үшін бұл зауыттың шыққан жылына қарайсыздар. Яғни бұл зауыт кемі 3 жылдан артық жұмыс жасаған болу керек. 3 жылдан артық жұмыс жасаған зауыттардың тауарының сапасы жақсы болады. Біріншіден, бірінші жақ. Яғни бұл зауыттың жұмыс жасағанына 4 жыл болған, қараңыздар, 4 жыл болған. Сол үшін сіздер бұл зауытқа қорықпай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Бұл тек қана бір құпиясы. Ойбай, зауыттың жылы көп екен деп жұмыс жасай берсеңіздер болмайды. Негізі 5 жақтан қарайсыздар, 5 жағы бүтін болса болды. Бұл зауытпен қорықпай тауар алсаңыздар болады. Енді қалған қалай басқа нелерін қалай талдау керек екенін мен сіздерге курс барысында үйретейін. Қазір өйткені уақытымыз өте аз қалды. Мен сіздерге тағы басқа ақпараттарға өтейін. Енді қараңыздар, жалпы жаңа бір кісілер курс сұрап жатыр екен. Мен комментарияны ашайын, сұрақтарыңызға уақыт берейін. Өйткені бізде небәрі 10-15 минут қана уақытымыз қапты. Мен сіздерге беретін ақпаратым өте көп, біткен жоқ ақпараттарым. Бірақ енді қазір мен сіздерге үлгермеймін, уақыт өте қысқа. Қалған ақпараттарды тағы да курс барысында бөлісе жатармыз. Енді қараңыздар, мен сіздерге бағанадан бері 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, сіздер онлайн, мейлі карантин болсын, мейлі не болсын, сіздер үйлеріңізде отырып жұмыс жасауға қазір мүмкіндік бар. Біріншіден, сіздер осы онлайн бизнес жасау үшін сіздерге ең қажетті нәрсе тауар. Тауар болғанда да хит тауар, жаңа тауар, сапалы тауар. Біз сол тауарды прямой 1688 сайтынан қалай заказ беріп алдыруды үйретеміз. Яғни мен сіздерге айттым, бір апталық онлайн даму курсымыз бар деп. Сол курстан мен сіздерге осы 1688-21 миллион зауыт тіркелген сайттан сенімді, сапалы, алданбай 5 құпиясын айтып, үйретіп, сіздерге қалай заказ беріп алдыруды үйретемін. Екіншіден, сіздерді осы 1688 сайтына тіркеп беремін. Логин паролмен, Қазақстанның нөмірімен тіркеп беремін. Сонымен қатар Таобауға тіркеп беремін, Алыпи жүйесіне тіркеп беремін. Алыпи жүйесі деген жифубау төлем жасайтын жүйе, соған тіркеп беремін курс барысында. Бірінші, ең маңызды нәрсе, Қытаймен бизнесті үйреніп шығасыз. Қытайға қалай заказ беру, үйде отырып үйреніп шығасыз. Екіншісі, тіркеліп аласыз. Бұл сайтқа тіркеліп алсаңыз, сіз Қытаймен сөйлесуіңізге болады, корзинаға тауар сақтауыңызға болады, прямой Қытайға шығып сөйлесуіңізге болады. Қытайша білмеймін десеңіз ештеңе етпейді, талап емес. Қытайша қалай сөйлесу керек екенін біз курс барысында үйретеміз. Қорықпай үйренсеңіз болады. Екіншіден, сіз осы Қытаймен бизнесті үйреніп, тауар қалай арзан тауар алуды үйреніп алғаннан кейін, сізге Қазақстанға әкеліп алғаннан кейін оны қалай реклама жасау керек болады. Біз курс барысында клиенттің қызығушылығын оятып, жалпы Instagram арқылы, бүткіл әлеуметтік желілер арқылы қалай сатуды үйретеміз. Яғни таргет рекламасы, Instagram, подписчик жинау, Instagram арқылы өз бизнесіңізді дамытып, интернет магазин ашу, жалпы клиент алмай қоймайтын, клиент қызықтыратын видео реклама, фото реклама деген болады. Сол рекламаны біз сіздерге үйретеміз. Осы бір апталық онлайн курста бірінші үйрететініміз Қытаймен бизнес, екінші үйрететініміз сол Қытайдан алған тауарға реклама, өтімді реклама, үшінші сату өнері. Яғни мен өзім айттым, Қытайдан бастап Қытай қалай сатады, оны қалай не істейді, жұмыс жасайды, соны мен сату өнерін толық меңгеріп келдім. Қытайлардың сату өнері жалпы дүние жүзін жаулап жатыр, сол үшін Қытайлардың сату өнері өте жоғары. Соны меңгеріп келдім, сіздерге сол сату өнерінің, Қытайлардың сату өнерінің құпиясын үйрететін боламын. 5 құпиясын үйрететін боламын. Сату өнерінің, яғни клиент сізге рекламаңызды көріп хабарласады, звондайды, сосын кейін сіз клиент алмай қоймайтындай сату өнерін үйреніп алып, клиентке сөйлесіп тауар сатуыңызға болады онлайн түрде.
және клиентке дұрыс сөйлесу жолдарын үйретеміз. Сонымен қатар SMM Инстаграмды дамыту, Инстаграмға подписчик жинау, Инстаграмды арқылы таргет жіберу. Таргет рекламасы деген естулеріңіз бар ма? Бұл таргет рекламасы дегеніміз сатпай қоймайтын реклама. Яғни сіздер бізге таргет рекламасы арқылы келіп отырсыздар. Яғни таргет рекламасының артықшылығы ол жерде сіз кез келген бизнес, кез келген тауарды салып сата аласыздар. Яғни ол жерде тек қана сіздің подписчигіңізде 100 адам, 1000 адам болса, сіз таргет рекламасы арқылы оны 50 000 адам, 100 000 адамға көрсете аласыздар. Яғни таргетке салған тауар, қызмет өтпей қоймайды. Бұл өте маңызды тауар сатудың құралы. Осы құралы сіз үйреніп алсаңыз, сіз еш қиналмайсыз. Зауыттан тауар әкелуден қиналмайтын болдыңыз, үйрендіңіз. Оны қалай реклама жасаудан қиналмайтын болдыңыз, үйрендіңіз. Сатуды үйрендіңіз, таргет үйрендіңіз, SMM Инстаграмда интернет магазин ашуды үйрендіңіз. Осы әлеуметтік үйде отырып онлайн бизнес жасауға қажетті маңызды 5 құралды үйренсеңіз, сіз табыс тауып кете аласыз. Мен сізге осы 5 құралды бірге бір үйреніп, бірге бір жасасаңыз, табыс таппасаңыз, онда мен сізге табыс тауып кете алатыныңызға сенемін, сенімдімін. Себебі бізден оқыған 6000 шәкірт сөйтіп табыс тауып жатыр. Оның дәлелі осы Алишов Инстаграм парақшасының астында отзывтар деген жерде табыс тауып бизнесін бастап кеткен кісілердің көптеген отзывтары бар. Соны көрсеңіздер болады. Және жаңа екі кісінің отзывтарын көрсеттім. Және де біз солай табыс тауып отырмыз. Біз жасағанды сізде жасай аласыздар. Мен мысалға нөлден бастадым, ешқандай қаржы салған жоқпын. Сізде солай жасай аласыз. Ол үшін сізге осы 5 құрал керек. Қытайдан тауар алу онлайн түрде ең жақсы сапалы сенімді тауар алуды үйренсеңіз, қалай реклама жасауды үйренсеңіз, қалай сатуды үйренсеңіз, қалай Инстаграм магазин ашуды үйренсеңіз, интернет магазин ашуды, қалай таргет рекламасын жасауды үйренсеңіз, осы 5 құрал сізге жеткілікті, басқа керек емес. Осы 5 құралды үйреніп алсаңыздар, сіздер ертең өз үйде отырып онлайн түрде, ертең карантин болса да, или болмаса компания ашуларыңызға болады, пожалуйста, логистикалық компания ашсаңыздар да болады, или оптом сатсаңыздар да болады, базарға бутик ашсаңыздар да болады. Себебі сіздерде құралдарды толық меңгердіңіздер. Енді сіздерге ешқандай нәрсе қажет емес, ешқандай нәрсе кедергі де емес. Негізі онлайн бизнес жасау үшін осы 5 құрал жеткілікті. 6-шы, 7-ші күндері полный сабақ болады, сосын кейін тапсырма болады. Яғни арнайы чат болады, пікір алмастырып, білмеген жерлеріңізді сұрап, үйреніп отырасыздар. Арнайы практика жасаймыз, тікелей эфирге шығып тапсырмаларыңызды тексереміз. Яғни біз тек қана сіздерге сабақты оқытып қойып, сіздерден нәтиже сұрамай отырмаймыз. Яғни сізге сабақты да үйретеміз, сізден нәтижені тексереміз. Яғни біздің сабаққа қатысқанда біз талап қоямыз. Біріншіден, біздің сабаққа қатысқан адам міндетті түрде сабақты өз уақытында көру керек болады. Біріншіден. Екіншіден, тапсырманы міндетті түрде орындау керек болады. Өйткені ол тапсырма деген нәрсе, ол қайталау, тапсырма деген нәрсе жаттау, үйрену, істеу. Практика көру деген сөз. Өйткені сіз сабақты көріп, оқып, миыңызға жинап алғанмен, қолыңызбен жасамасаңыз, ол ертең ұмытып қаласыз, одан пайда жоқ сізге. Сол үшін біздің міндет ететініміз тапсырма орындайсыз. Екіншіден. Үшіншіден, сіз міндетті түрде уже бірінші күннен бастап біз реклама жасауды үйретеміз. Сол бірінші күннен бастап реклама жасайсыздар, міндетті түрде реклама жасау керек болады. Өздеріңіздің тауарларыңызға, қызыққан тауарларыңызға. Және де бесіншіден сату керек болады. Біз сатуды үйретеміз. Сол біздің айтқанымызда практика жасап, сіздер сатасыздар. Табыс табу міндет. Осы 5 күнде біз үйретеміз қалай табыс табу. Осы бір аптада сабаққа уақытында қатысасыз, тапсырманы уақытында орындайсыз, реклама жасайсыз, сатасыз. Одан табыс табу керек болады. Табыс табу керек болады. Біздің алдыңғы сабақтарда 500 000 тауып кеткендер бар, миллион тауып кеткендер бар. Ең азы 100 000 тапты. Алдыңғы сабақтарда ең аз 100 000 тапты. Оның жазған нақты WhatsApp-тағы группадағы скриндері бар. Мен жіберетін болам. Осы Алишоптың мына несіне жіберіп қоям, үстінде постқа пост емес, сторисқа салатын болам, нақты жибой мысалдарын скринға жіберем, WhatsApp-тағы нақты дәлел іспаттарын. Сол үшін сіздерге мен айтайын, осы 5 құралды үйреніп, егер табыс таппасаңыз, бірдеге бір істесеңіз, маған келсеңіз, мен сізге ақшаңызды қайтарып берем. Бірақ мен сізге сенімдімін, сіз табасыз. Өйткені адам жасағанды адам жасайды. Біздің курсымызды басқа кісілер оқып, жасап, тауып жатыр. Кемі 100 000 тауып жатыр, бір аптада 100 000. Бір аптада 100 000 тапсаңыз, бір айда 4 апта бар, 400 000 табасыз деген сөз ғой, 4 аптада 400 000 табасыз. Кемі.
Әйтпесе одан көбі 500 мың тауып атқандар бар, миллион тауып атқандар бар, тендерді алып бір аптаның ішінде 5 миллион тауып кеткен кісілер бар. Жарайды, сіз енді 5 миллион тауып кетпесеңіз де бір аптада жоқ дегенде 100 мың тапсаңыз, бір айда 400 мың табасыз. Бір айда 400 мың. Егер сіз бір айда 500 мың тапсаңыз, бір аптада 500 мың тапсаңыз, бір айда 2 миллион табасыз. 2 миллион табасыз, Сол үшін бұл жерде ең осы ақшаны табу үшін біріншіден сіз осы 5 құралды үйрену керексіз. Яғни сол табыс тауарды ақшаға айналдыру керексіз ғой. Тауарды ақшаға айналдыру үшін сізде арзан тауар болу керек. Бұл жерде тауарды ақша шығарып сатып алу міндет емес. Яғни сіз алдымен біз нөлден бастап клиенттен қалай заказ алуды, клиенттің ақшасымен жұмыс жасауды үйретеміз. Яғни сіз ешқандай қаржы шығармай-ақ бастауыңызға болады. Егер де жоқ, менде қаржы бар, мен ақша салып нақты живой тауармен жұмыс жасайын десеңіз, біз сізге нақты өтімді тауарларды ұсынамыз. Яғни қазір нарықта болып атқан, өтіп атқан клиент бар тауар саласын ұсынамыз. Сіздің қызығушылығыңызға, сіздің орналасқан районыңызға байланысты. Сіз сол тауарларды алдырып, солай сатып табыстауыңызға да болады. Яғни оның өте көп біз қолданған, біз істеп жүрген өте көп салалары бар. Соның барлығын курс барысында біз үйретеміз. Яғни сіз сенімдім, біз үйреткен нәрсені бірге істейтін болсаңыз, міндетті түрде табыс таба аласыз. Өйткені қанша дегенмен бұл жерде тауар бар. Тауар. Түсінікті ма? Жақсы, мен қазір бір нәрсені айтпап дегем. 10 қыркүйек басталады. Біздің курс бір апта болады онлайн түрде. Егер Алматыда болсаңыз, офлайн қатысуыңызға да болады. Біздің курстың өз бағасы 70 мың теңге болады. Осы 5 түрлі құралды біз 7 күнде 70 мың теңгеге береміз. Бірақ та бүгін марафонға қатысып бізге отырған кісілерге алдымен хабарласқан мен 10 кісіге бүгінгі марафонға қатысқан кісілерге мен 50% жеңілдікпенен 24 сағат ішінде төлем жасап болса, мен 35 мың 50% жеңілдікпен 35 мың теңгеге беретін боламын. Бір апталық онлайн курсымды дәл қазір осы бір күн ішінде 24 сағат ішінде төлем жасаған кісілерге, тікелей эфирде отырған кісілерге 50% бен 35 мың теңгеге беретін боламын. Енді тіпті де бір жақсы жаңалық, яғни сіз дәл қазір осы эфирде отырып төлем жасасаңыз, эфир аяқталмай тұрып төлем жасасаңыз, мен 65% жеңілдікпенен небәрі 24.500 теңгеге беремін бұл курсымды. Бірақ бұл курс тек қана осы тікелей эфирде төлем жасағандар ғана ала алады. Алдыңғы 10 адамға беремін. Яғни сіз дәл қазір осыған төлем жасасаңыз 65% жеңілдікпенен небәрі 24.500 теңгеге осы 5 құпия құралды үйреніп, бизнес бастап, бірге бір істеп, табыс табуыңызға болады. Яғни сіз бұл курсқа қатысып, бұл ақшаны сіз кемі 5 еселеп аласыз. Бұл ақшаны кемі 5 еселеп аласыз. Себебі сіздерге көрсеттім, ең азы жаңағы кроссовканы сат дедім ғой, кроссовкадан 103-тік аласыз. Кроссовканың бағасы 600 теңге. 60 мың теңге болатын болса, алдын ала клиенттің ақшасымен жұмыс жасасаңыздар да болады. 60 мың теңгеге кроссовка аласыз. Оны 2,5 мың теңге оптом сататын болсаңыз, минус 600 теңге, 1900 теңге сізге пайда болатын болса, көбейтеміз 1900 теңгені 103-тік кроссовкаға. Сонда сіздер кемі 190 мың теңге пайда көресіздер. Кемі 190 мың теңге. 190 мың теңгеден минус аламыз 24.500 теңгені. Сонда сіздер 165 мың теңге шығарып аласыздар. Кемі түк жоқ деген. Қалай төлейміз дегенде мен қазір сіздерге Каспий Голдты көрсетемін. Төлем жасау үшін сіздер мына Каспий Голд нөмерге төлем жасайсыздар. Яғни 8747 490 72 83. Осы нөмерге төлем жасасаңыздар, сіздер 65% жеңілдікпенен небәрі 24.500 теңгеге оқи аласыздар. Осы нөмерде Каспий Голд бар, 8747 490 72 83 нөмерге Каспий Голд тіркелген. Соған сіздер 65% жеңілдікке тек алдыңғы 10 адамға. Тек алдыңғы 10 адамға. Одан кейінгі кісілер 50% жеңілдікпенен, егер 10 адамнан қалып қалсаңыз, сіз 50% жеңілдікпен 35 мың теңгеге 24 сағат ішінде төлеп үлгере аласыздар. Бірақ та 35 мың теңгеден гөрі мен ойлаймын 24.500 теңге 10 мың теңге скидка. Осы 10 мың теңге скидкаға үлгерем десеңіздер, қазір төлем жасай бастаңыздар. Сонымен сіздер осы скидкамен ала аласыздар. Жақсы, енді сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Төлем жасайтын кісілерді жасап жазыла беріңіздер. Қазір бізге уже 4 адам, 5 адам салып жатыр. Соңғы 5 орын қалды. Офлайн болса Алматыға кеп оқысаңыздар болады.
Дәл қазір тікелей эфирде отырып сіз төлем жасайтын болсаңыз, мен сізге 65% жеңілдікпен небәрі 24.500 теңгеге оқытамын. Тек қана алдыңғы 10 адамға. Қазір 5 адам жазылып болды, уже салып болды ақшасын. Соңғы 5 орын қалды. Үлгеріңіздер. Соңғы 5 орынға үлгеріңіздер. Ақшаңыз жоқ болса задатка төлеп қойсаңыз болады. Ақшам жоқ деген нәрсе ол сылтау. Любой адамда ақша болады. Сіз ақшам жоқ деп уақытыңызды өткізсеңіз, бұл жеңілдікте өтеді, ертең бұл мүмкіндікте жоқ сізге. Ақшам жоқ десеңіз, өмір бойы ақшаңыз жоқ болып өтесіз. Сол үшін сіз ақшам жоқ деп емес, білім алам, істеймін, табамын, жасаймын деп өзіңізге сенім болатын болса, үйренсеңіз, бірге бір істесеңіз, сіз ақшам жоқ деген проблемадан құтыласыз, Мәңгі ақшам жоқ, ана алайын десем ақшам жоқ, мына алайын десе ақшам жоқ деп жүргенше, сіз ақша жоқтың себебін, ақша табудың себебін жасаңыз. Ақша табудың себебін жасаңыз, Сол кезде сіз ақша жоқ деген проблемадан құтылатын боласыз. Ақшам жоқ деп жүре берсеңіз, ақшаңыз жоқ болып қалады. Сол үшін адам жақсы сөйлеу керек, жақсы ниетте болу керек. Не айтса да, бар болады, менде бұйыртса болады десеңіздер болады. Задатка 10 000 теңгеден басталады. Задатка 10 000 теңгеден басталады. 10 000 теңге задатка төлеп те орын алып қоя аласыздар. Енді қазір 70 000 теңге төлеп оқи алмайтын кісілерге біз жеңілдік айтып атырық. Қазір 4 адам қалды. 4 адамға орын бар. Қазір төлем жасасаңыздар, небәрі 24.500 теңгеге жазыла аласыздар. Қазір осыдан кейін мен жаңағы 3 түрлі бонусымды берем. Сосын кейін жаңағы конкурс ұйымдастырам. Бірақ мен сіздерге қазір соңғы 4 орындық мүмкіндікті беріп отырмын. Осы курсты оқимын, 5 құралда үйренемін, онлайн үйде отырып табыстамамын, заводтан, прямой заводтан өзім тауар аламын, 1688-ге тіркелемін десеңіздер, жарайды онда. Соңғы 4 орындық мүмкіндікке үлгеріңіздер. Дәл қазір задатка төлесеңіздер болады, бірақ та осы алдыңғы 10 адамдық орынға 24.500 теңгелік орынға үлгеру үшін толық төлем жасау керексіздер. Одан кейінгі орынға 50%-дық 35 000 теңгеге задатка қалтырсаңыздар болады. Бірақ осы алдыңғы 10 адамдық орынға 24.500 теңгелік орынға толық төлем жасап үлгерсеңіздер болады. Соңғы 4 орын қалды. Килограмм бізде 1100 теңгеден басталады, килограмм. Курс оққандар 1100 бен алады, курс оқымағандар 1500 бен алады доставканы. Курс оқысаңыз, мінекей қараңыз, доставка жағынан да сізге тиімділік болып жатыр. Чекті төмендегі WhatsApp нөмерге жазыңыздар. 8747 490 7883 нөмеріне чекті жіберіңіздер. Килограмм 1100-ден басталады. Курс оққандарға 1100, курс оқымағандарға 1500. Толық төлем жасайсыздар. 8747 490 7883 нөмеріне толық төлем жасасаңыздар болады. Сообщение келіп жатыр ма? Қазір соңғы орын қанша қалды? Қазір көрейінші. Неше орын бар қазір? Мен алдың 10 адамға берем бұны. Өздеріңізде бар WhatsApp нөмір, біздің менеджер нөмерлерге чек жіберсеңіздер де болады, Сообщение келмей жатыр мынада, Так, төлем жасадым дейді, төледім дейді, молодец. Чекті WhatsApp нөмерге жібере салыңыз. Чекті жіберіңіз. Соңғы неше орын қалды қазір? 3 орын, 3 орын қапты. 7 адам тіркеліп болды, соңғы 3 орын қалды. Үлгеріңіздер, соңғы 3 орын қалды. 24.500 теңгелік жеңілдікке соңғы 3 орын қалды. Үлгеріңіздер. Қазір мен уже бонустар несіне өтіп кетем. Қалып қалмаңыздар, Соңғы 3 орын қалды. Төледім, чекті жібердім. Не сатып жатыр дейді. Мен төлем үлгерем ба дейді. Үлгеріңіз қазір төлеп. Соңғы 3 орын бар, 3 орын бар. Үлгерестер. 3 орын қалды, 3 орын. 24.500 теңгелік бір апталық онлайн курсқа дәл қазір 3 орын қалды. Соңғы 3 орын. 2 орын қалды, 2 орын наксі жасады. 2 орын қалды. 24.500 теңге, 5 құрал, Қытайдан заводтан тауар алуды, сенімді сапалы тауарларды заказ беріп алдыруды, өз қалаңызда отырып, интернет магазин ашу, инстаграмға подписчик жинау, инстаграм жүргізу, таргет рекламасы, сату өнері, жалпы онлайн үйде отырып табыс табу, карантинде да бизнес жасау, жалпы осы 5 түрлі
құралды беретін боламын. Мен сіздерге тағы бір жақсы жаңалық айтайын. Осы курсқа қатысқан кісілерге мен жеке консультациям бар. Ол мен жеке консультация